Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өзімнің каналымда осындай керемет фасоль қосылған қарапайым сорпаның дайындалу жолымен бөліскім келеді. Ол үшін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды қыздырып аламыз. Және де осылай сорпаға арналған сүйектерімізді салып, жақсылап майда қуырып алатын боламыз. Етімізді жақсылап қуырып болғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, тағы да бірнеше минуттай көлемінде жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін ашылған сәбізімізді жақсылап турап, өзіңізге ыңғайлы етіп, оны да салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Сәбізді жақсылап салып қуырып алғаннан кейін ұсақтап туралған картоптарымызды салып, тағы да бірнеше рет араластыра отырып, майда тағы да қуырып алатын боламыз. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша томатный паста және де осындай біраз қасық чеснок қосып жіберсеңіздер болады, өйткені сорпаның дәмін өте әдемі келтіретін болады. Осылай барлығын қуырып болғаннан кейін келесі кезекте фасолімізді жуып тазалап қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, үстінен су құятын боламыз. Бұл жерде мен 3 литрдей су құйдым. Суды өздеріңіз қалауларыңызша қоссаңыздар болады, адам санына байланысты. Осылай суды құйып, араластырып, бетін жауып 15 минутқа бір қайнатып алатын боламыз. 15 минут өткеннен кейін сорпамыз осылай қайнап жатады. Және де осы сәтте дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырып, 30-35 минутқа қақпағын жауып, тағы да қалдырамыз. Біршама уақыт өткеннен кейін біздің уже сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, әрі барлығына ұнайтын сорпалардың бірі болып шығады. Жасап көрмесеңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Айпана. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, алда шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер.